абсурдты комедияны жақсы көресіз ба? Онда осы фильмді көріңіз. Бұл оқиғада Boeing 707 ұшағын үлкен техникалық ақау немесе табиғи апат емес, кешкі асқа берілген балық құлата жаздайды. Басты кейіпкеріміз Тед Страйкер. Бір кездері ол әскери ұшқыш болған, бірақ соғыстан кейін мүлдем ұшаққа жақындай алмайды. Ол такси жүргізушісі болып жұмыс істейді. Таксидегі жолаушысын тастап кетеді де бұрынғы қызы Элейннің артынан кетеді. Элейн қазір борт серік болып жұмыс істейді, ол Тедтен шаршаған. Себебі Тед соғыстан кейін үнемі өткенді ойлайды. Ал Тед өзінің өзгергенін дәлелдегісі келеді. Элейннің соңынан сол рейске билет сатып алады. Ұшаққа отырған соң Тед Элейнмен сөйлесуге тырысады. Ол өткенді еске алып, олардың махаббаты қалай басталғанын айтып береді. Бірақ Тедтің әңгімесі өте ұзақ. Адамдар үшін ұшақпен ұшу емес, Тедтің тарихын тыңдау үлкен сынақ сияқты болып кетеді. Осы кезде ұшақта кешкі ас таратыла бастайды. Жолаушыларға екі таңдау беріледі: сиыр немесе балық еті. Капитан мен екінші ұшқыш та балық алады. Көп ұзамай ұшақтағы адамдар өзін жайсыз сезіне бастайды. Ұшқыштар да жұмысын жалғастыра алмайтын жағдайға түседі. Солай ұшақты басқару үшін үрленетін қуыршақ қойып қояды. Элейн: уайымдамаңыздар, бәрі жақсы, барлығы кәсіби мамандардың бақылауында, деп жолаушыларды тыныштандырады. Сосын араларыңызда ұшақ жүргізе алатын адам бар ма деп сұрайды. Ұшақ ішіндегі жағдай одан сайын қиындай түседі. Элейн жолаушылардың арасында көмек іздей бастайды. Арамызда дәрігер бар ма деп сұрайды. Бір адамның құлағында дәрігерлер тексергенде қолданылатын арнайы құрал ілініп тұр. Дәрігердің аты Румак. Ол жағдайды тексеріп, мәселенің себебін анықтайды. Барлығы балықтан уланған. Бірақ енді ең үлкен сұрақ пайда болады: ұшақты кім қондырады? Себебі ұшақта оны басқара алатын жалғыз адам бар, ол Тед. Қолына басқару тетігін алған сайын ол өткендегі жағдайларды есіне түсіреді. Қатты терлейді, қобалжиды. Ұшақты басқаруға көмектесу үшін Тедтің бұрынғы командирі капитан шақырылады. Ол Тедке: сен бұл ұшақты қондыру керексің, дейді. Тед қорқады, бірақ басқа таңдауы жоқ. Элейн оның қасында екінші ұшқыш ретінде отырады. Ал салонда жағдай одан сайын қызық бола бастайды. Жолаушыларға көңілдерін бөлу үшін фильм қосады, бірақ көрсетілген фильм ұшақ апаты туралы. Ұшақта бір кішкентай қыз хал үстінде жатады. Борт серік гитараны алып көңілін көтергісі келеді. Ән айтып отырғанда байқамай қыздың тамшылатып тұрған жүйесін жұлып алады. Бір әйел қатты қорқып айқайлап ешкімді тыңдамайды. Дәрігер мен ұшақтағылар оны тыныштандыруға тырысады. Осы кезде тағы да бір күлкілі сәт болады. Румак дәрігер халықты тыныштандырып өтірік айтуға тырысады. Бәрі дұрыс, бәрі кәсіби мамандардың қолында деген сайын оның мұрны Пиноккио сияқты ұзара бастайды. Ақырында Тед қайта басқаруға дайын болады. Командир радио арқылы нақты нұсқаулар беріп отырады. Бірақ алда ең қиын нәрсе бар: қону. Сыртта ауа райы бұзылып кеткен, қатты жаңбыр жауып тұр. Тед қиналып ұшақты жерге қондыруға тырысады. Солайша ұшақ жерге тиеді, бірақ қону мінсіз болмайды. Шасси бірден сынып кетеді. Жолаушылардың бәрі аман қалады, ешкім жарақат алмайды. Бірнеше минут бұрын апат болады деп ойлаған адамдар енді жай ғана ұшақтан түсіп жатыр. Борт серіктер: ұшағымыз ұнаса, сіздерді тағы да күтеміз, деп қоштасады. Тед өзінің ең үлкен қорқынышын жеңеді. Элейн екеуі бұрынғы сезімдерін қайта табады. Бірақ фильм соңғы әзілінсіз аяқталмайды. Әуежайдың сыртында бір такси әлі тұр, есіңізде ме? Тед тастап кеткен жолаушы. Ол сол жерде әлі отыр. Таксидің есептегіші айналып тұр. Ал жолаушы болса ештеңе болмағандай күтіп отыр. Ол сағатына қарап: жарайды, тағы 20 минут күтейін, дейді. Осылайша фильм аяқталады. Фильмнің аты Аэроплан. 1980 жылы түсірілген.